Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыз еңбекті қорғау 7-ші дәрісіміздің тақырыбы. Қауіпсіздік негіздері, жұмыс берушінің қауіпсіз жағдайларда және де еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі құқықтары мен міндеттері. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау заманауи өндіріс пен кәсіпорындардың маңызды құрамдас бөлігі. Бұл қызметкерлердің денсаулығын сақтау, еңбек жағдайларын жақсарту және өндірістік жарақаттар мен кәсіби аурулардың алдын алу үшін жүргізілетін кешенді шаралардың жүйесі. Жұмыс беруші еңбекті қорғау мен қауіпсіздік талаптарын орындауда негізгі жауапты тұлға болып табылады. Еңбекті қорғаудың маңызды аспектісі бұл өндірістегі қауіпті факторларды анықтап, оларды жою немесе азайту, қызметкерлерді қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру, сондай-ақ қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету. Қауіпсіздік негіздері. Қауіпсіздік қызметкерлердің денсаулығын және өмірін сақтау мақсатында өндірістегі қауіпті факторлардан қорғау шараларының жиынтығы. Қазақстан Республикасының еңбек кодексінде және басқа да нормативтік құжаттарда қауіпсіздік жұмыскерлердің жарақаттану мен кәсіби ауруларын болдырмау, еңбек жағдайларының санитарлық гигиеналық нормаларына сәйкес болуы деп анықталады. Еңбек қауіпсіздігінің негізгі қағидалары: алдын алу қағидасы, қауіптерді уақытылы анықтап, оларды жою немесе азайту. Жауапкершілік қағидасы, еңбекті қорғау талаптарын орындау жұмыс беруші мен жұмысшының ортақ міндеті. Үздіксіздік қағидасы, яғни қауіпсіздік шаралары тұрақты жүргізілуі тиіс. Ашықтық қағидасы, қауіпсіздік мәселелері туралы барлық қызметкерлерге ақпарат беріліп отырады. Жұмыс берушінің еңбекті қорғау саласындағы құқықтары. Жұмыс беруші еңбекті қорғау саласында мынандай құқықтарға ие бола алады: қауіпсіз еңбек жағдайларын талап ету және бақылау, жұмыс орындарындағы еңбек қауіпсіздігі стандарттарының сақталуын қамтамасыз ету, еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық және оқыту ұйымдастыру, қызметкерлерге қауіпсіздік техникасы ережелерін түсіндіру және оларды жүйелі түрде оқыту. Қауіпсіздік техникасын бұзған қызметкерлерге тәртіптік шара қолдану. Бұл тәртіп бұзушылықтың алдын алу үшін маңызды. Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау саласындағы технологиялар мен әдістерді енгізу, жаңа тиімді құралдар мен жүйелерді пайдалану құқығы бар. Қауіпсіздік талаптарын бұзған қызметкерлерді жазалау, еңбекті қорғау талаптарын ұстанбағандарға қатысты әкімшілік шара қолдану. Жұмыс берушінің еңбекті қорғау саласындағы міндеттері: қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау және сақтау, өндірістік қауіптерді анықтау, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың жүйелі түрде зерттеліп, оларды жою немесе азайту, қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету, яғни қызметкерлерге жеке қорғаныс құралдарын, мысалға құлаққап, көзілдірік, респиратор және уақытылы беру отыру, жұмыс орындарында қауіпсіз етіп ұйымдастыру, жұмыс процестерінің қауіпсіздік талаптарына сәйкестендіру. Келесі: қызметкерлерді оқыту және де нұсқау беру. Жұмысқа қабылдау кезінде бастапқы нұсқаулық өткізу, мезгіл қайта нұсқаулық өткізу және оларды тексеру, еңбекті қорғау талаптары мен қауіпсіздік ережелерін жетік меңгеруді қамтамасыз ету. Еңбекті қорғау талаптарын бақылау. Құжаттық бақылау, еңбек қорғау бойынша барлық нормативті құжаттарды сақтау, актілер мен журналдарды жүргізу, өндірістік бақылау, еңбек қауіпсіздік талаптарының орындалуын жүйелі түрде тексеру және жазатайым оқиғаларды зерттеу және оларды есепке алу. Және соңғысы медициналық бақылау ұйымдастыру, қызметкерлердің еңбекке жарамдылығын медициналық тексерулер арқылы анықтау, кәсіби ауруларды алдын алу мақсатында санитарлық гигиеналық жағдайларды жақсарту. Жұмыс берушінің еңбекті қорғау жүйесін ұйымдастырудағы практикалық қадамдары: еңбекті қорғау саясатын бекіту және де жариялау. Компанияның еңбек қауіпсіздігі саласындағы мақсатын анықтайтын жазбаша құжат әзірлеу, яғни саясатты барлық деңгейде қызметкерлерге таныстыру және түсіндіру. Қауіпсіздік менеджмент жүйесін енгізу. Қауіпсіздік тәуекелдерін бағалау, оларды басқару үшін жүйелі әдістерді қолдану, қауіпсіздік мақсаттарына қол жеткізу үшін нақты жоспарлар мен бағдарламалар әзірлеу. Қауіпсіздік техникасы бойынша кадрлар даярлау. Қауіпсіздік бойынша жауапты мамандарды тағайындау, қызметкерлерге үздіксіз кәсіби оқыту ұйымдастыру. Және соңғысы ресурстарды тиімді бөлу, қауіпсіздік құралдары мен жабдықтарды сатып алу, оқыту, бақылау және медициналық қызметкерге қажетті қаржылық және де материалдық ресурстарды қамтамасыз ету. Қауіпсіздік мәдениеті және тәжірибесі. Бұл кәсіпорындардағы барлық қызметкерлердің қауіпсіздік пен еңбекті қорғау талаптарын саналы түрде сақтау, қауіпсіздікке деген жауапкершіліктің жоғары деңгейі. Қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырудың шаралары:
Бұл қызметкерлердің қауіпсіздікке қатысты білімін арттыру үшін оқыту және де тренингтер өткізу, қауіпсіздік бойынша ақпараттық науқандар жүргізу, қауіпсіздік бұзушылықтар үшін жауапкершілік жүйесін енгізу және қауіпсіз еңбек жағдайларын сақтағаны үшін марапаттау және де ынталандыруды ұйымдастыру. Еңбекті қорғау саласындағы ынталандыру жүйелері жаңа айтып өткендей марапаттау, қауіпсіздік талаптарын ұстанған қызметкерлерге ақшалай сыйлықтар, грамоталар, сертификаттар беру. Қоғамдық тану, қызметкерлердің еңбекті қорғау мәселелеріндегі үлесін жариялы түрде бағалау. Әлеуметтік қолдау, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз еткен қызметкерлерге қосымша жеңілдіктер мен демалыс беру. Жұмыс берушінің құқықтық жауапкершілігі, қауіпсіздік талаптарын бұзғаны үшін заң алдында жауап беру. Жазатайым оқиғалардан кейін оларды толық және әділ тергеу. Жазатайым оқиғаларға байланысты қызметкерлерге өтемақы төлеу және соңғысы өндірістік жарақаттар мен кәсіби аурулардың алдын алу үшін тиісті шаралар қабылдамау жағдайында әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тарттыру. Еңбекті қорғау саласындағы инновациялар, жаңа технологияларды қолдану, қауіпсіздік техникасы мен қорғаныс құралдарын жаңарту, автоматтандырылған бақылау жүйелерін енгізу, қауіпсіздік жағдайларын қадағалау. Виртуалды және де интерактивті оқыту, қызметкерлерді тиімді оқыту құралдары және халықаралық стандарттарды енгізу және басқа да еңбекті қорғау стандарттарына сәйкес жұмыс жүргізу. Еңбек қорғау саласындағы практикалық ұсыныстар, еңбекті қорғау жоспарын жыл сайын жаңартып отыру, қызметкерлердің еңбекті қорғау талаптарын орындауын жүйелі түрде бақылау, қауіп қатерлер мен аварияларды алдын алу үшін қауіпті аймақтарды белгілеу және қорғаныс шараларын күшейту. Қауіпсіздік мәселелерін талқылау мақсатында тұрақты кеңестер өткізу. Еңбек жағдайларын жақсарту үшін қызметкерлердің ұсыныстарын қарастыру. Қорытындылай келе, қауіпсіздік негіздері мен жұмыс берушінің еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері бұл кәсіпорындағы еңбек қауіпсіздігінің құқықтық және де ұйымдастырушылық негізін құрайды. Жұмыс берушінің белсенділігі және жауапкершілігі өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби ауруларды азайтып, қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.